ат көрпе салғаннан кейін үстінен тайға тартатын тартпа айыл деп айтылады бұл. Тақымы қатсын 5 жасынан атқа мықты отыру үшін балаларға тайға мінуді үйрете бастаймыз 5 жасынан бастап. Енді біздің ата-бабамыздың салты бойынша 5 жасқа дейінгі баланы ашамайға мінгізу тақымы қатты болсын деген ниетпенен ашамай деген осындай ертоқымға дейін кішкентай 5 жастағы балалар мінетін құрал тайға ерттейтін. Мынау ат көрпесі, мынау айылы осы тайға мінгенде тартып, осы балаға арнап әдейі осы ашамай деген ертоқым жасады. Баланың тақымы берік болсын деп, ат жалын тәртібінде үлкен азамат болсын деген ниеттегі. Ұлттық құндылығымызды дәріптеу мақсатында осы ашамайды балаларға көрсетіп жатқан бетіміз мынау. Ал атадан қалған біздің мұрамыз өстіп баламызды 3-4 жасқа келгенде бірінші ашамайға мінгіземіз. Баланың тақымы қатсын деген ниетпенен. Атқа мініп өссе жақсы тәрбиелік мәні зор нәрсе ашамайға мінген деген.